Шығыс Қазақстан бар ма? Бар. Алматы облысы? Бар. Павлодар? Бар. Маңғыстау? Түркістан? Ақтөбе? Астана қаласы? Алматы қаласы? Жоқ. Абай облысы? Жамбыл облысы? Қызылорда? Шымкент? Қарағанды бар ма? Атырау облысы? Ұлытау облысы? Солтүстік Қазақстан? Ақмола? Батыс Қазақстан? Жетісу бар ма екен? Қостанай облысы?
Иә, тапсырып қойғам қазір жинап қойғам жіберіп жүрсің уақыт болмаса да таңертең осындамыз бірінші тур екінші тур екінші турдан. Мына Көршіда шақыртуға шығам қазір қандайына бірінші тур ана Қарағанды келді ме екен? Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Жетісу. Құрметті қатысушылар, бірінші номинациядан қалған қатысқан заттарыңызды алып кетсеңіздер, мына жерде артта орын болмай жатыр. Нәтиже сыйлап шыққан команда әртүрлі заттарыңызды өздеріңіздің қасыңызға ұстауларыңыз сұралады.
Құрметті қатысушылар, екінші номинациямызды бастаймыз. Жылдың үздік жобасы алғашқы болып бастайтын Шығыс Қазақстан облысын қарсы алыңыздар. Шығыс Қазақстан облысы жас тұлға командасы. Біз болашақ көшбасшылармыз, біз өзгеріс жасаушы жастармыз. Құрметті әділқазылар, көрермендер және қатысушылар, біздің жобамыздың тақырыбы қойылымнан қамқорлыққа. Мақсаты оқушылардың шығармашылығын дамыту, оларды ұжымда жұмыс істеуге үйретіп, ата-аналарды, әсіресе әкелерді мектеп өмірі мен театрға белсенді тарту. Ерекше білім беру қажеттіліктер бар балалардың қатысуына жағдай жасау. Сонымен қатар, қойылым арқылы жиналған көмекті мұқтаж жандарға бағыттап, балалардың бойында мейірімділік пен әлеуметтік жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру. Бұл жобаның ерекшелігі театр өнерінің шығармашылық тұрғыда ғана емес, оны қайырымдылықпен ұштастыру. Оқушыны нақты әлеуметтік іске тартуында, оқушы өз еңбегінің нәтижесін көріп қана қоймай, оның қоғамға тигізер пайдасын да сезінеді. Жобамыздың жаңашылдығы мектеп, оқушы және ата-ана, әсіресе әкелер арасындағы байланысын жоғары жаңа деңгейде нығайтуда. Сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың да біздің жобамызға қатысуында. Әкелердің белсенді араласуы отбасылық тәрбиені күшейтіп, мектеппен ынтымақтастықты арттырады. Сонымен бірге қойылымның қамқорлыққа театр жобасы аясында оқушыларды ерте жастан әлеуметтік жауапкершілікке баулуда, өнер арқылы қайырымдылық мәдениетін қалыптастыруда көптеген жұмыстар жүргізіп келеміз. Ең басты жаңашылдық театрды тек өнер ретінде ғана емес, қайырымдылық құралына айналдыруымызда. Жобамыздың бірегейлігі мен нәтижелілігі түрлі байқауларға қатысып, облыстық, республикалық байқауларда жүлделі орындарды алуымыз өнер жолындағы ізденісіміздің, бірлігіміздің айқын дәлелі. Практикалық іске асыруда біздің жоба жай ғана жоспар емес, нақты іске айналған игі бастама. Бұл жоба 2022 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді, ал 2025 жылдан бастап мектеп парламентінің бастамасымен жаңа деңгейге көтерілді. Жалпы біздің жобамыз бірнеше кезең бойынша жүзеге асырылады. Ең алдымен біз әкелерге, оқушыларға және ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Әсіресе әкелерге және ерекше білім беруді қажет ететін парламент мүшелерінің белсене қатысуына мән береміз. Келесі кезеңімізде дайындық. Бұл кезеңде оқушылар рөлдерге бөлініп өз рөлдерін сомдайды, сахна мәдениетін үйренеді және өз қабілеттерін ашады. Ең маңыздысы, ерекше білім беруді қажет ететін парламент мүшелері осы үрдістен шет қалмайды. Біз олардың өнер көрсетуіне жағдай жасап қолдау көрсетеміз. Дайын қойылым көрермендерге ұсынылады. Ал сол қойылымнан түскен қомақты қаражат біреудің өміріне үміт сыйлайтын көмекке айналып келеді. Мысалы, біз 2025 жылы 3 ауылдық мәдениет үйінде қойылым көрсетіп, сол қойылымнан түскен қомақты қаражатқа көп балалы ананың балаларына сабақ формасын және мектепке қажетті құрал-жабдықтарын алып берген едік. Ал 2026 жылы аудандық мәдениет үйінде қойылым көрсетіп, сол қойылымнан түскен қомақты қаражатты көп балалы жалғызбасты анаға көмек ретінде бердік. Біз мейірімділікті сөзбен емес, нақты іспен дәлелдеп келе жатырмыз. Жалпы қойылымнан қамқорлыққа театр жобасын табысты жүзеге асыруда мектеп парламентінің рөлі ерекше. Біздің басты мақсатымыз әр оқушының пікірін тыңдау, оларды қоғамдық өмірге тарту және де белсенділіктерін арттыру. Мектеп парламенті бұл жобаға тек идея ұсынып қана қоймай, әр кезеңнің жүзеге асуына белсенді атсалысады. Ең маңыздысы, мектеп парламенті әр кезеңнің жүзеге асуына қатысып және де оқушыларды белсенділікке тартады. Мектеп парламенті тек басқарушы орган емес, жақсылықтың бастамашысы, қайырымдылықтың жаршысы және оқушыларды жақсылыққа жетелейтін күш екенін дәлелдеп отыр. Ең маңыздысы, бір кішкентай жақсылық бір үлкен үмітке айналуы мүмкін. Ал сол үмітті сыйлау біздің қолымызда.
Келесі болып жобасын қорғайтын Алматы облысынан келген Қазақ Сенат командасы. Қарсы алыңыздар. Сенат нақышы жобасы. Жобаның мақсаты адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасына негізделген бағыттарды қамти отырып, мектептің күнделікті тыныс-тіршілігіне жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды енгізу арқылы оқушылардың өз басқару мен шығармашылығын заманауи жүйесін қалыптастыру. Ал енді адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында ұсынылған жобаларымызды таныстырсақ. Шабыт жобасынан бастау алған жасталған шығармашылық және ақпарат жобасы. Бұл бөлім мектептің дауысы мен денесін бетін атқарады. Ең алғаш мектеп радиосы үзіліс уақытында оқушыларға жаңалықтарын таныстырып, жетістіктерді насихаттауға арналған рухани ақпарат алаңына айналды. 53 мектеп радиосының барлық бастамалары аудандық діни таңы газетінде жарияланып келеді. Театр ұлттық құндылықтарды насихаттауға негізделген шығармашылық орта болып дамып келеді. Серікбек Тоқбаев театр мұғалім қойылымы қойып республикалық деңгейде танылып, астана телеарнасына көрсетілген болатын. Ал тамашаны драмасы көрермен ықыласына бөленіп, аншлагпен өтіп, мәдениет үйінің сахнасына жолдама алды. Елеулі тұлға Қазақстан жазушылар одағының мүшесі осы шығарманы башқұрт тіліне, қазақ тіліне аударған Саят Қамшиев өте жоғары бағасын берген болатын. Атақты видеоролик 1 миллион 400 мыңнан астам қаралым жинап, үлкен сұранысқа ие болды. Осы жетістіктердің арқасында Тоқбаев театр көшпелі театр атағын алды. СММ және медиа-хабар. Бұл жобаның басты мақсаты оқушыларды Instagram, YouTube жалпы айтқанда әлеуметтік желілерде сапалы контент жасауға баулу және шығармашылық қабілеттілігін арттыру. Осы тұста ерекше көзге түскен парламент мәселесіне тоқтала кетсек. Оразхан Қарақан 60 мыңнан астам оқырман жинап, атақты видеоролик арқылы 12 миллионнан астам көрерменді көзайымына айналды. Қамқорлық жоба негізі экосистема, яғни жайлылық пен жақсы орта бағыты. Бұл жоба мектептің экологиялық және интеллектуалдық ортасын жақсартуға бағытталған. Мектеп ішінде қоқыс бөлек жинау мәдениетін енгізіп, экологиялық акцияларды ұйымдастыру. Мысалы, Ағылба жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесе жұмыс жасай отырып, 2 тоннаға жуық қолданылған қағаздар өткізіп, өскен қаржыларды қайырымдылыққа бағыттады. Біз көмек тек бір ғана бағытпен шектелмей, сонымен қатар волонтерлік жұмыстарға тарта отырып, ауылымыздағы шын мәнінде назардан тыс қалған отбасыларға көмек көрсетуге мақсат еттік. Нәтижесінде бір отбасына қысқы отын, 4 отбасы балаларына қысқы киім мен аяқ киім, 9 отбасына азық-түлік, жалпы алғанда 30 отбасына көмек көрсетілді. Сонымен қатар жоба аясында мектепте калифорниялық курстарды жауапкершілігі жүйесінің вермикультура бағытында алынуда. Бұл әдіс арқылы органикалық қалдықтар пайдаланылып, табиғи тыңайтқыш яғни биогумус салынады. Алынған биогумус мектеп аумағындағы көшеттерді күтіп баптауға қолданылып, экожүйені сақтауға ықпал етеді. Бұл бастама оқушыларға табиғатты қорғаудың нақты жолдарын үйретіп емес, сонымен қатар қалдықтарды тиімді пайдаланудың маңызын түсіндіреді. Смарт қала жобасы негізінде дерек жүйе, жасанды интеллект Telegram бот түріндегі бұл құрал мектептің виртуалды әкімшілік қызметін атқарады. Бұл жобамыздың негізгі бағыты бар. Ақпараттық қолдау және кері байланыс. Ақпараттық қолдау оқушылар мектеп парламентінің күндік, апталық, айлық жұмысын біліп, онымен таныса алады. Кері байланыс. Оқушылар мектеп мұғалімдеріне немесе әкімшіліктеріне өздерінің ұсыныстарын болмаса шағымдарын анонимді түрде жеткізе алады. Ең маңыздысы біз бұл жобаны бір мектепте ғана шектеп қоймай, аймақтағы 12 мектеп парламенттерін және президенттеріне таныстырып, олар да бұл жобаны өз мектептеріне қолданысқа енгізіп жатыр. Ұлттық құндылықтарға негізделген Сенаттың рухы бөлімі. Мектебімізде ұлттық мұра жаңғыртуға арналған жоба жүзеге асуда. Бұл мектеп парламент ұйымдастырған шығармашылық бастама. Жобаның мақсаты ұлттық ойынның символ айналған асыр арқылы тарихи рухани мұраны дәріптеп, оқушылардың бойында ортақ түйсік пен мәдениетті қалыптастыру. Оқушылар қазіргі өнер курстарын бастап, ұлттық сақтауды атап айтсақ, былтырғы оқу жылынан бері бастауыш сыныпта 16 сана, ал орта буында 44 сана тарихтан өнер салынды. Сіздерге тарихшыларымызды шағын ауылдық ажайып япа ала келді. Жобаға жалпысында 3000 оқушы белсенді атсалысып, олардың әрбір ортақ үлестері болуда. Жұмыс барысында ормандағанын пайдаланып, олардың әрбір өз қолының орнатылды.
Сіздердің назарларыңызға осы жоба негізінде жасалған жеке тарта жер асты мешіті макеті көрсетілген себебі бұл келесі таңдау емес жібек жөніндегі жүз қалған яғни ұлтты ұрпақты даланың тегін қалыптасқан. Егер ата жер асты мешіті асты өнеріндегі осы жобаға жалпы саны 4 жұмыс қалды, ал осы макеті толық аяқталды үшін бізде бірі ғана асты шешімдер осы асты жарықтандырып орындалып тоқсан алты сөздің толықтай түйініне келетін болсақ, бұл жоба мектеп тек ғибадат емес, шығармашылық пен технология толыққан ақылды кеңеспен янда Жақсы, рахмет. Келесі болып ортаға Павлодар облысынан келген штаб школьник ДЛ командасын шақырамыз. Қошеметке отырыңыздар. қатысушы командалар. Ереже бойынша екінші кезең үздік жоба кезеңі. Біз сіздерге үздік жоба кезеңіне бір мақал, бір купон жобасын ұсынамыз. Бұл парламент белсенділері мен мектеп басқармасының демеушілігі арқылы іске асырылған ерекше жоба. Оқушылар дәйек сөздерді жарыққа айтып купондарға ие болады. Ал жинаған купондарды тағамдарға, асханаға айырбасталады. В рамках программы «Айдар Азамат» был внедрен проект «Цитата недели». Данный проект был впервые придуман нашим парламентом. Спонсором нашего проекта является школьная столовая «Алан Фуд», которая обеспечивает вкусным питанием все школы города Павлодара. Видеодан тамашалаңыздар. Бұл жобамыз парламент белсенділерінен
мектеп асханасының демеушілігі арқылы іске асырылған ерекше жоба. Бұл жобамыз аптаның сәрсенбі және жұма күндері өткізіледі. Парламент белсенділері оқушылардан апта дәйек сөзін сұрайды. Дәйек сөзді жатқа, қатесіз және дұрыс айтқан оқушыға купон табысталады. Бірақ купондар жиналып отырады. Біраз уақыт өткен соң біз сол купондарды жинап, жеңімпазды анықтайтын боламыз. Жеңімпаздарға астанамыздан тәтті тағамдар табысталады. Бұл жобамыз тек қана мәдениетімізді дамытып қана қоймай, оны келешек ұрпаққа насихаттаймыз және рухани байлығымызды дамытамыз. Дәйек сөздер ойымызды тереңдетіп, білімімізді дамытады. Бұл болашағымызға арналған маңызды қадам. Білімді ұрпақ жарқын болашақ. Этот проект не просто про красивые цитаты. Он помогает выражать свои мысли четко и грамотно. Также он помогает расширять кругозор, не потерять свою возможность и проявить себя. Акция разбираться в неделю и получила призы от столов. Автор рисует как ссылка. Участницы в акции от наших школ. Дәл осы жобамызды сіздермен осы сахнада өткізсек, бір дәйек сөзді жатқа айтып, яғни мақалда жатқан оқушыға өз қолымыздан жасаған ұлттық нақыштағы брелокты сізге сыйлыққа табыстайтын боламыз. Барлықтарыңыз дәйек сөзді жатқа білесіздер деген ойдамын. Ал дайын болсаңыздар, кеттік. Отанға байланысты бір мақал. Кім біледі, қолдарын көтереміз? Отанып қосымыз. Керемет, сізге біз атымыздан ұлттық нақыштағы бір брелок. Ал еңбек туралы бір мақал кім біледі? Әне артындағы қара пиджактағы. Керемет, жарайсыз. Ал отбасы туралы бір мақал кім біледі? Толқылдың жан тәтті. Керемет, отбасы туралы бір мақал. Одан отбасыдан басталады. Жарайсыздар. Осы жобамызға қатысқаныңыздар үшін рахмет. Осымен біздің екінші кезең бойынша таныстырылым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Төртінші болып жобаны қорғайтын Маңғыстау облысының Joestars командасы. Қошеметте отырайық. Кейде үлкен өзгеріс жасау үшін үлкен мүмкіндіктің қажеті жоқ. Кейде ол қарапайым әрекеттен басталады. Сол әрекетті бір жүйеге айналдырғымыз келді. Бүгін біз сіздерге мейірімділік қорабы атты әлеуметтік жобамызды таныстырамыз. Мейірімділік қорабы мектепте тұратын ерекше көмек бұрышы. Оның мақсаты оқушылардың қайырымдылыққа деген құштарлығын ашу және қарапайым әрекеттер арқылы мейірімділікті арттыру. Біздің жоба бұл арнайы жасалған мейірімділік қорабы. Қорап үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім азық-түлік, екінші бөлім киім-кешек, үшінші бөлім ойыншықтар салады. Оқушыларымыз және мектеп қызметкерлері қолдануға жарамды заттарды салады. Яғни мұндай кішкентай әрекет арқылы біз үлкен жақсылық жасауға мүмкіндік беретін жоба жасадық. Біз бұл жоба жүзеге аспас бұрын оқушыларымыздан сауалнама жүргіздік. Соны бірге тамашалаңыздар. Жоқ білмеймін. Жоқ білмеймін. Жоқ білмедім. Жоқ білмеймін. Жоқ білмеймін. Сауалнаманың нәтижесі бойынша 90% оқушылар бізде мейірімділік қорабы бойынша олар қажетті заттарды қайда тапсыру керек екенін білмейді екен. Осы себеп бойынша қайырымдылық жасау оқушыларға ыңғайлы болу үшін біз
өзіміздің мейірімділік қорабы атты жобамызды ойлап таптық. Біздің жоба нақты және жүйелі механизм бойынша жұмыс істейді. Мектеп ішінде тұрақты түрде мейірімділік қорабы орнатылған. Белгілі бір уақыт аралығында, мысалы ай сайын жиналған заттарды біз өзіміз тексеріп, оны сұрыптаймыз. Бұл кезеңде заттардың тазалығына, жарамдылығына және қауіпсіздігіне ерекше назар аударамыз. Мейірімділік адамдықтың белгісі. Сұрыпталғаннан кейін заттар өз бағыттары бойынша таратылады. Яғни ойыншықтар бүлдіршіндер үйіне, ал азық-түлік пен киім-кешек мұқтаж жандарға табысталады. Маңыздысы, біз бейжаймен ғана шектелмейміз. Әрбір көмек нақты мекенжайға табысталады. Осы процесс оқушыларымыздың қатысуымен жүзеге асырылады. Бұл жобаның ерекшелігі оның қарапайымдылығы мен тиімділігінде. Біріншіден, кез келген адам қатыса алады. Екіншіден, ол өте ыңғайлы жүйе. Үшіншіден, жоба тек көмек беріп қана қоймай, қоғамда қайырымдылық мәдениеті қалыптастырады. Сол себепті бұл қорап тек мектеп қабырғасымен ғана шектеліп қалмай, супермаркет секілді қоғамдық орындарда орналастыру қажет деп санаймыз. Мектеп ауласынан асқан жобамыз еліміздің жастарына жол тартсын. Қайырымдылық кең жүректімізді. Егер осы мейірімділік қорабының таралу ауқымы кеңейсе, оған қатысатын адамдардың саны анағұрлым артады. Көмек көрсету күнделікті өмірдің белгілі бір бөлігіне айналады. Нәтижесінде қоғамда өзгеге көмектесуге деген сезім оянып, және де басқаларға көмектесетін жанашырлық қасиеті оянады. Нәтижесінде бұл жоба тек адамдарды қайырымдылыққа шақыра қоймайды, адамгершілік пен ізгілікке тәрбиелейтін құралға айналады. Қайырымды ел, берекелі ел. Біздің жобамыздың нәтижесі ретінде жұмысымыз сөйлесін. Назарларыңыз экранға. Біздің мектепте осылай қайырымдылық қорабын ашып, балапандардың жүрегіне үлкен мейірімділік оятып жатыр екенсіздер. Біздің жұмыстарымызға сәттілік тілейміз. Елде тәуелсіз мемлекетімізге жақсы болса, еңбек ете беріңіздер, өсе беріңіздер, өркендей беріңіздер. Біздер қазақтың жалпы мейірімділік әлемді құтқарады. Өздеріңіздің бүгінгі жобаларыңыздың аты керемет жол екен, мейірімділік қорабы деген керемет нәрсе. Бұл мейірімді болуымыз керек. Жас ұрпаққа сіз болып, біз болып өсіп келе жатқан ұрпаққа бүгін көрсететін нәрсеміз көп. Сондықтан жобаларыңыздың аты да керемет, мейірімділік әлемді құтқарады нәрсе. Сәттілік тілейміз. Мейірімді жүрек теңіз, тас жүрек шөлмейтін. Бұл жай жоба емес. Бұл нақты мәселенің шешімі. Бұл әрекетке айналған мейірімділік. Қайырымдылық қолжетімді болу керек. Біз оны мүмкін еттік. Мейірімділік әлемді құтқарады. Мейірімділік гүл секілді. Оны өзгеге сыйласаң, жұпары өз қолында қалады. Жақсылық бізден басталады. Келесі болып ортаға шығатын Түркістан облысынан келген жаңғырық мектеп парламентін шақырамыз. Қошеметтеп отырайық оқушылар. Екінші кезеңде қауышқаныма қуаныштымын. Жылдың енгізілген жобасы жаңғырық мектеп парламенті ұсынады. Саналы қазан старшыл сауаттылық бастамасы. Өздеріңіз білетіндей мектеп бағдарламасында академиялық білім басым. Бұл заңның 85%. Мектеп бітіргеннен кейін қаржылай сауатты, салық, несие, инвестиция туралы базалық білім жоқ. Ал біз мектеп парламентінің жобасының арқасында қаржылық сауаттылықты цифрлық және практикалық түрде жүйе құра үйрететін боламыз. Ал енді мақсатымыз өткізетін нәтижелеріне болсақ, біздің барлық мақсатымыз бұл оқушылардың саналы тұлға мәдениетін қалыптастыра отыра олардың қашыққа бағыттайтын жеткіншектік көрсету болып табылады. Ал нәтижесінде біз не күтеміз? Нәтижесінде біріншіден оқушы өзінің бюджетін жоспарлауды үйренетін болады. Екіншіден мектеп ішінде смартфон атты виртуалды экономиканы қолдайтын болады. Ал үшіншіден QR қосымшасы арқылы балалардың білім деңгейі 40% артады. Жобаны іске асыру үшін жаңғырық мектеп парламенті болып арнайы 6 кезеңде бөлген болатынбыз. Ең бірінші кезеңі аналитика және сауалнама кезеңі деп аталады. Бұл кезеңде біз жаңғырық мектеп парламенті болып оқушылар арасында арнайы сауалнама жүргіземіз.
сауалнама нәтижесінде бізге алғашқы қаржылық сауатты термин дұрыс жағынан түсіндіруге барынша тырысамыз. Ал екінші кезеңге тоқталатын болсақ, екінші кезең бізде іске асыру кезеңі. Біз бұл кезеңде жастық мектеп парламенті болып, арнайы ұйымдастырған өзіміз ойлап тапқан сапалы қадам сайтымен жобалары мектеп қабырғасында ілетін боламыз. Және де QR-ға оқушылар кіру арқылы ең алғашқы қаржылық сауаттылық аудио дәрістерін меңгеретін болады. Үшінші кезең тәжірибелік қадам. Мұнда парламенттік ұйымдастырумен бизнес клубтар ашылады. Бұл жай ғана құлақ теория емес. Нақты мамандар мен кәсіпкерлермен кездесуін өткізе отырып оқушыларға бизнес, инфляция, салық депозитінің қаржылық терминдерін өмірлік мысалдармен үйретіп аламыз. Нәтижесінде оқушылар алғашқы қаржылық базаны қалыптастырады. Төртінші кезеңде нақты әрекетке көшеді, яғни парламент арнайы челленджер іске қосады. Мысалы, бір апта үнемдеу қажетті шығыннан бағыттап немесе алғашқы жинақ марафондар. Бұл марафондарға қатысқан оқушыларда өздерінің алғашқы саналы тұтыну әдеті қалыптасады болады. Бесінші кезеңге келетін болсақ, бесінші кезең бізде жаңғырық бизнесте бағана алғандардың білімдерін барлығын дәл осы кезеңде іс жүзінде қолдана біледі. Мектеп ішінде кішігірім стартап жобаларды бастайды. Және де бағана біз ұсына кеткен жаңғырық койн, виртуалды валюта дәл осы кезеңде іске асатын болады. Осы кезеңнің нақты нәтижесі оқушылар алғашқы табысты тауып, оны тиімді бөле алады. Соңғы шешуші 6-шы кезең бізде болашаққа қадам атты кезең. Бұл кезеңде оқушылар осы жобаға дейінгі және кейінгі анализді сараптай отырып, біз үздіктерді белсенділерді марапаттаймыз және ең жас инвестор номинациясын ұсынамыз. Жалпы біздің нәтиже нақты өзгеріс пен нақты масштабты көретін болады. Егер бұл маңызда практикалық іске асуы біздің идея ұсынып отырған жоқпыз, бұлар көпті іске қосып, саналы қадам жасадық. Парламенттің тартылуы бұл біртұтас командалық жұмыс. Дизайннан бастап қолына дейін парламент мүшелері жасаған жұмыс. Жаңашылық мектеп ішінде бұндай ешқашан да болмаған қаржылық жүйе. Біз жаңғырық мектеп парламенті болып осы жүйені іске асырдық. Цифрлық жүйенің іске қосылуына келетін болсақ, біз мектеп дәліздерде 45 смарт бекет, яғни QR-код ойнатқан болатынбыз. Бұл QR-код осы уақытқа шейін 300-ден астам электронды береді. Ал бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз біздің оқушылар біздің цифрлық сабақтарымызды тыңдап отырып, өздеріне қаржылық кеңес алады. Саналы қадам мобильді прототипі. Осы мобильді прототип арқылы біздің 65% оқушылар өзінің шығынын есепке ала бастады. Мобильді прототиптің ішіндегі кіріс-шығыс калькуляторы шығынын визуалды түрде қайда кетіп жатқанын көрсетеді. Бұл 30% оқушылардың өзінің қаржысын үнемдеу қабілетін арттырды. Сондай-ақ біз мектеп ішінде мүмкіндік жеке валюта жүйесін енгіземіз. Мұнда оқушылар білім алған үшін және челленджерге қатысқан үшін қосымшада арнайы бонустар жинай алады. Оның нәтижесінде оқушылар білімді тиынға айналдырудың пайдасын түсіне алды. Одан бөлек қаржылық детокс сақтаудың нәтижесінде оқушылар қажетсіз шығыннан, пайдасыз зияндардан, пайдасыз сусындардан бас тартудың нәтижесінде бас аяғы дегенде миллион теңгелерді сақтап қалады. Ең басты нәтижелеріміздің бірі әлеуметтік трансформация. Бізде оқушылардың көзқарасы өзгерді. Енді олар біз ақшаны қалай тұтсақ емес, керісінше ақшаны қалай жинап, қалай үнемдесек болады деген ойларды қалыптастырады. Біз жаңғырық мектеп парламенті болып саналы қадам арқылы қаржылық сауаттылықтың шыңын бағындырдық. Құрметті азаматтар, жаңғырық мектеп парламенті босқа келмейді. Біз қорытынды нәтиже көрсетеміз. Біз сіздерге олардың мектеп қабырғасында қолданып жатқан формулалық қалыптарыңыздағы ақшамен есептеуді үйреттік. Жаңғырық мектеп парламенті жаңғырығы әрбір оқушының ойында жаза отырып болашаққа нық қадам жасауға көмектеседі. Алдарыңызда жаңғырық мектеп парламенті. Олай болса, келесі өзінің 6-шы болып жобасын қорғайтын Ақтөбе облысынан келген Самұрық командасын қарсы алыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен болған Самұрық мектеп парламенті. Бүгін сіздерге ұсынғымыз келетін жоба бұл бізде ғалым бол жобасы. Бізде 41-ші мектеп гимназиясында осы жоба ең өзекті жобалардың бірі болып табылады. Бұл жобаның негізгі мақсаты біздерге қазіргі сирек кездесетін мәселелердің бірі, ол бізде оқушылардың және мектеп
мектеп оқушыларының кітапқа деген қызығушылығын арттыру. Бұл бізде әр оқушы, әр бала өзінің түпкі санасын кітап оқып, өзінің санасын дамыта алады. Және осы білім саласындағы бізде балаларды білімге жақындатудың ең бірінші жол серігі бұл бізде кітап деп білеміз. Осы бізде ғалым болу жобасы бізде әкелер комитетінің төрағасымен бірге жүзеге асып отыр. Осы жоба арқылы біз бірнеше мектептерде осы жобаны жүзеге асыра отырып, оқушылардың кітап оқуға қызығушылығын арттырып және квиз және тағы да басқа форматтағы жарыстарға қатыстырып, оларға кітап арқылы осылай өздеріне сыйлық бере аламыз. Ғалым болу жобасы бізде тек қана кітап оқу ғана емес, оқушылардың болашаққа деген білімді болып қадам басуына бір негіз деп білеміз. Мен ақпарат фракциясының министрі болып табыламын, Ұлан Жандар. Қазіргі таңда бізде ақпарат өте маңызды рөл атқарады. Сол үшін біз мәдениет фракциясы болып ғалым болу жобасын бірге ашқан болатынбыз. Біз ақпарат фракция осы жобаны дамыту барысында Instagram желісінен, TikTok желісінен көптеген посттар, видеороликтер сала отырып, осы оқушылардың қызығушылығын арттыра бастаймыз. Яғни осы оқушылар ғалым болу жобасын көріп, кітап оқуына қызығушылығын арттыра бастайды. Және осы Қаныш Сәтбаев, Бейімбет Майлин сияқты көптеген тұлғаларымызды осы жобаға қолға алған болатынбыз. Осы тұлғалар арқылы біз бұрынғы тарихымызды тереңірек біліп, қызығушылығымыз содан сайын арта бастайды. Және біздің айтқымыз келгені бұл әрбір азамат, әрбір адам осылай өзінің елге, мемлекетке өзінің жақсы пайдасын тигізе алады деген сөзбен айтқымыз келіп отыр. Және осы ғалым болу жобасында бізде ең маңызды нәрсе ол оқушыларды қызығушылығын арттырып қана қоймай, оларды зерделеу болып табылады. Яғни біз оқушылар тек кітап қана оқып қоймайды, көптеген тапсырмалар орындайды, квиз сияқты жасанды интеллектпен тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар осы тек қана оқып қоймай өздерінің сөздік қорларын арттыра отырады. Жаңағы тапсырма деп айтып кетпекші, бізде жасанды интеллектпен жасалған видеоролик бар, соны тамашалап кетсеңіздер. Біздің мектебімізде ерекше жоба жүзеге асуда. Әкелер Есім төрағасы Қазгелдіұлы Жасұлан Мырзаның бастамасымен ғалым болу ағартушылық жобасы ұйымдастырылды. Ағартушылық жобасы ұйымдастырылды. Жобаның негізгі мақсаты оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру. Ғалым болу жобасы білім мен ізденісті, ғылымға деген құштарлықты бейнелейді. Эмблеманың негізгі идеясы осы тақтада көрсетілген. Бір ай ішінде оқушылар кітаппен танысып, өз білімдерін толықтырады. Келесі кезеңде қатысушылар тест тапсырып іріктеуден өтеді. Мектеп парламенті ғалым болу жобасы аясында оқушылармен жеке жұмыс жүргізіп, кітаптарды бірге оқып, талдап, мазмұнын терең түсінуге бағытталған талқылаулар ұйымдастырады. Біз әр сенбі сайын оқушыларды мектепте жинап, оқыған кітаптарының мазмұнын саралап, автордың негізгі идеясын талдаймыз. Бұл жүйелі жұмыс оқушылардың ойлау қабілетін дамытып, тапсырмаларды жүйелі орындауына және түрлі байқауларда жоғары нәтижелерге қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Қайырлы күн, құрметті тапсырма оқырман. Бүгін 20 қараша Фариза Алмасатовнаға номер 44 гимназиясында
есеп және бонустар бойынша шешілу кезең. Оқушыларымыз сәтті тілеп қойып, дәл өзі тамашалайық. Оқушыларды білімге баулу туралы жобасы сізге ұнаған деген ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сізбен болған соң мектеп парламенті. Құрметті қатысушылар, уақытқа бағынайық. Егер уақыттан асып жатса, әділқазы алқалары оны тоқтатып тастауға толық құқылы. Келесі болып өзінің жобасын қорғайтын Астана қаласынан келген Жалын командасы. Құрметті әділқазы алқасы, қонақтар, ұстаздар және парламент мүшелері, біз алдыларыңызда Жалын тобы, Жалын от пен жарықтың символы. Ал ендеше біз жан тәнімізді салып жасаған мақтанышпен ұсынатын жобамызды көрсетуге рұқсат етіңіздер. Ал ендеше бастайық. Жобамыздың тақырыбы Together We Shine, бірге жарқыраймыз. Яғни біздің жобамыздың ең басты идеясы, басты мақсаты ол бір-біріміз мысалы ерекше білім қажеттілігі бар балалар бар ғой, соларға деген және кәдімгі тең мүмкіндіктері бар балалармен екеуінің теңдігі, яғни қоршаған ортада оларға деген көзқарас болсын, олардың жалпы ортадағы орны ол өте маңызды рөл ойнайды. Және сол орынның тең болуы, мысалы сол балаларға деген көзқарас, оларға деген жасалған бар мүмкіндіктердің тең болуын қарастыратын. Негізгі проблема көп жағдайда ерекше балалар жай ғана көрермен болып қалуы. Яғни олар көптеген сайыстар немесе осындай конкурстарға қатыса алмай қалуы. Соның кесірінен олар балаларға толық іліге алмай, бірге кірісе алмай, сіңісе алмай қалады. Біздің жобаның құрылымы 4 ірі бойынша жүргізіледі. Біріншісі Twin Power қос күш моделі, екіншісі On Stage бір сахна фестивалі, үшіншісі Empire Challenge қабылдау челленджі, және де төртінші медиа қозғалыс. Осы 4 модель біріншісіне шоу жасайық. Әр ерекше оқушы бір парламенттің мүшесіне өнерлі немесе белсенді оқушы болып жұп болып бекітіледі. Олардың бірге өнерлері және спорттық жарыстардың ғылыми жолына әлеуметтік ролик дайындайды. Бұл жобада тек қана мектептің парламенті ғана емес, мектептің белсенді оқушылары мен белсенді мұғалімдерді алып таса алады. One Stage, бір сахна фестиваля. Это не просто мероприятие, это то, что создает единство в школе. Главное условие – это один особенный ребенок и ученик парламента. Они вместе участвуют в конкурсе и создают единую платформу в школе, которая объединяет всех учеников. Ерекше форматы, яғни бағалау бізде ең мықты емес, ең үйлесімді команда принципіне негізделген. Яғни жеңімпаз тек талант үшін емес, ол командалық жұмыс үшін, командалық бірлік үшін марапатталады. Жеңімпаздар осылайша анықталады. Сонымен қатар жеңімпаздарға номинациялар мен сыйлықтар беріледі. Күтілетін нәтиже 2025 жылдың 23 қыркүйегінен бастап біз осы жобаны іске асырдық. Енді қазіргі таңда Астана қаласындағы
белгілі бір мектептерде 6 ерекше оқушы, сонымен қатар қалалық есепте тұратын 8 оқушымен жұмыс жасалуда. Ең басты бір челленджердің бірі ол практикалық жұмыс. Яғни біз практикалық жұмыс арқылы біз күтілген нәтиже бар ма жоқ па оны біле әкетеміз. Ең басты empathy challenge дегеніміз ол 5 күндік марафон. Яғни біз әр күнінде бір келген бір бағдарын дамытамыз. Мысалы ол баланың көзқарасы болсын, кез келген мысалы ойлау, ол сол баланың ерекше мүмкіндігі бар баланың орнына қойып болуы мүмкін. Көптеген бағыттар бар. Ол бізде 5 күндік марафон болғанымен, бізде оның жетекшісі ол әр мектептің тәрбие орынбасары және мектептің психолог болады. Осындай марафондар айына 1 рет өткізіледі. Осындай үлкен жұмыстан кейінгі күтілетін нәтиже оқушылардың деген инклюзивті балаларға деген бірдей көзқарас жасауы. Яғни оларға деген ерекше балаларға деген қалыпты жағдайда қарауы. Қасындағы осындай болуы. Бұл жобаны тек мектеп ішінде ғана қалдыра қоймай, оны әлеуметтік құндылыққа айналдыру. Және бұл жоба тренд емес, бұл жоба мәдениетті қалыптастыратын жоба болып келеді. Біз бөлек емеспіз, біз біргеміз. Қазіргі таңда инклюзивті командалар құрылып жатыр. Мектеп парламенттерінің көмегімен, сонымен қатар оқушылар арасында қабылдау деңгейі артып, мектеп ішіндегі қолдау мәдениеті жоғарылады. Біз ерекше балаларға орын бермейміз, біз олармен орын жасаймыз. Together we shine. Бірге жарқыраймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кезеңде кездескенше. Рахмет, қошеметте отырыңыздар. Келесі ол өздерінің презентациясын қорғайтын Алматы қаласынан келген болашақ командасы. Бүгін маған сенетіндер көп, мен сен адамзаттың болашағы болым ғой. Бірақ та мектеп қабырғасында менің қолдануым көптеген сұрақтар туғызған. Себебі Бүгінде мектеп қабырғасында жайдан қорқу басым, бірақ біз мектеп парламенті бұл қорқынышқа тіке қарап былай дедік. Егер біз жасанды интеллектті жау көріп қашсақ, біз жеңілеміз. Ал егер оны тізгіндесек, болашақ бағындырамыз. Біз қауіпті мүмкіндікке айналдық. Қарсы алыңыздар, біздің жауабымыз айлап, креативқа. Оқушылар шаршаған, ақпарат көп, ал оны тиімді пайдалануды ешкім үйретпейді. Дәстүрлеріміз болса заманауи жастарға ескілік болып көрінетіні жасырын емес. Осы мәселелердің шешімін таптық. Біздің авторлық жобамыз айлап, креативқа. Оқушылардың шығармашылық әлеуетін арттырып, дамуына жол ашатын, аз уақытта үздік нәтижеге қол жеткізген үздік жоба. Жобаның мақсаты өзгелен ұрпаққа жасанды интеллект құралдарының тиімділігін көрсету арқылы жаңа дүниелерге бейімдеу. Жобамыздың негізгі 3 өнімі бар: ұлттық құндылық, жиі әліппе және медиа кабинет. Біз ақпарат тасқынын тоқтата алмаймыз, бірақ оны басқара аламыз. Ұрпағыны медиа, мектеп өмірін жандандырудың ең тиімді әдісі. Ескі газеттердің орнына жасанды интеллект деген заманауи басылым, құлаққаптан түспейтін подкаст және жасанды интеллект аватарлары жүргізетін жедел жаңалықтар. Біз мектеп медиасын мұрағаттан шығарып, трендке айналдырдық. Біздің жобамыз аз уақыттың ішінде өте жақсы нәтижеге қол жеткізді. Атап айтатын болсақ, медиа жобасы бойынша 100-ден астам сюжетке шықса, ал материалдарымыз 4 миллионнан астам қаралым жинады. Ұрпағыны медиа жобасы Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, арнайы куәлік алды. Экранға назар салсаңыздар болады. Қазақстан Республикасының мерзімді баспасөз басылымын тіркеу жөніндегі куәлікті сіздердің алдарыңыздағы газет алған болатын. Яғни ол ресми басылым болып саналады. Қазақстандағы жалғыз тіркелген ресми мектеп газеті ол біздің мектептен шығатын ұрпағыны басылымы. Алда марапат
осы республикалық үздік мектеп газеті байқауында 2-ші дәрежелі диплом иегері атанған болатын. Біздің жалпы статистикаға тоқталып өтейік. Тоқталып өткенде, мәселен қарасаңыздар, біздің газетте мектеп өмірі баяндалатын болса, TikTok парақшамызда Қазақстанның жаңалықтары салынады. Мәселен, жер сілкінісі кезіндегі қарапайым 10 қадам сындырған ақпараттарды саралап салып отырамыз. Біз Алматы қаласы сейсмикалық аймақ болғандықтан, мұндай ақпараттар бізде жүйелі түрде шығып отырады. Сіздердің алдарыңызда тұрған 18 беттік мектеп өмірінен хабар тарататын, айына бір рет шығарылатын ресми басылым. Шығармашылық ұжым ерекше. Бас редактор, тілші, дизайнер, фототілші, корректор да бар. Подкастымызда әртүрлі әлеуметтік мәселелер қозғалады. Онда психолог, логопед, әнші не актер қонақ болуы мүмкін. Қонақтарымыздың өмірлік бағыты әртүрлі болғанымен, барлығымыздың ортақ мақсатымыз бір. Қоғамға, ата-аналарға, оқушылар қауымына пайдалы контент жасау. Жаңалық дайындауда жауапкершіліктен жоғары. 30-дан астам тілші күн-түн демей мектеп өмірінің және басқа да жаңалықтарды таратады. Өңделген медиа өнім арнайы платформада жарияланады. Біздің жұлдызды сұхбаттарымыз да аз емес. Мәселен, экранға назар салсаңыздар, дизайнер Аида Коменова, Зульфия Сүлейменова, мәжіліс депутаты Максим Рожин, актер Шерхан Тарназар, блогер Сабиркин, Алия Жанатқызымен мұражат берген бар. Және келесі слайдта көргендеріңіздей, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Димаш Құдайбергеннің анасы Сылтан Айтбаева ханыммен сұхбаттастық. Және наурыз тойында әзербайжандық белгілі әнші Роза Зергерлімен сұхбаттасу мүмкіндігі туды. Біз сол себепті жасанды интеллект әліппесін таңдадық. Біздің жасанды интеллект үйірмесінде оқушылар этиканы үйренеді, промпт жазуды үйренеді. Біз көшірмелерді емес, креаторларды дайындаймыз. Біздің мақсат әр оқушы жасанды интеллектті өз білімін тереңдету үшін қолдануы тиіс. Сонымен біз не істедік? Біз проблеманы мүмкіндікке айналдырдық. Айлап, мектеп парламентінің тек қағаз жүзіндегі емес, сонымен қатар іс жүзіндегі жеңісі. Біз уақытты ұттық, қызығушылықты арттырдық және болашақты бүгіннен бастадық. Көбі жасанды интеллекті бізді мәдениетіміз бен ұлттық болмысымыздан айырады деп қорқады. Бірақ бұл олай емес. Біз дәстүр арқылы мүлдем басқаны дәлелдедік. Біздің зертханада технология ұлттық құндылықтарды жоймайды, керісінше оны тірілте алды. Бұл біздің цифрлық дәуірдегі рухани жаңғыруымыз. Сонымен қатар дәстүр атауының өзі терең мағынаны білдіреді. Мысалы, дәстүр дегенге келетін болсақ, бұл біздің болашақтың фундаменті болады. Себебі бұл ескінің қалдығы емес. Жасанды интеллект заман талабы, ал оны қолданғандағы жауапкершілік біздің мойнымызда. Айла креативқа! Жақсы, рахмет. Келесі болып сахна төріне Абай облысынан келген Самғау командасын шақырамыз. Армысыз құрметті комиссия мүшелері, ұстаздар мен оқушылар. Біздің жобамыз тақырыбы қаладан ауылға пилоттық жобасы. Яғни қаладан ауылға көшіп келген оқушыларды жаңа ортаға бейімдеу. Мақсаты жаңа ортаға бейімделуге көмектесу, оқу-үдерісін жақсартуға қолдау көрсету және мектеп өміріне қатысуын қуаттық шараға қатысуға ынталандыру және де достық қарым-қатынасты нығайту. Жобаның өзектілігі, достар таба алмай өзін жалғыз сезіну, бұл әлеуметтік жағынан өзекті жобалардың бірі. Және де мәдени жағынан қоғамдық жұмыстарға қатыспауы, білім жағынан оқу үлгерімінің төмендеуі. Біз парламент мүшелері болып бірігіп, менің жетекшілігіммен Ақша ауылының картасы, достық купоны және жолсерік күнделігі мұқаба жасап шығардық. Бұнымен танысып өздеріңіз көрсеңіздер болады. Және бұл достық купондар біздің ізгілікке бастар жолымыз болды. Ұлы Әл-Фараби бабамыз айтқандай, қайырымды қоғамның тірегі демекші, бұл купондар арқылы қаладан келген оқушылар өздерінің қатарластарын ортақ қолдау табады және мектебімізде мен емес біз деген ұғым қалыптасады. Және бізде сенім көпірі бұл біздің жүрегіміздегі мейірім жылулығын оятып, бір-бірімізге деген шынайы ниетімізді арттырады. Ұлы Шәкәрім атамыз айтқандай, адам үшін ең бастысы адал еңбек, ақ ниет, жүрек жылуы демекші, бұл сенім көпірі біздің жүрегіміздегі жылуды оятып және мейірімді бөледі.
Қаладан келген оқушы мектепке тез бейімделу үшін мектеп парламенті менің жаңа мектебім атты естелік альбом береді. Бұнда оқушы өзінің алғашқы жетістіктерін, алғашқы әсерін, достарын, армандарын және тағы да басқаларын жазады. Қаладан келген оқушыға қолдау көрсету мектеп парламентінің басты міндеттерінің бірі. Ұйымның көмегі арқылы жаңа ортаға бейімделу жиінде оқушы өзін сенімді әрі жайлы сезінеді. Ынтымақ пен қолдау арқылы әр оқушы өз қабілетін дамытып, мектеп өміріне белсенді араласа алады. Жаңадан келген оқушыға чек-лист, яғни бейімделу кезеңін жасап шықтық және оны 4 аптаға бөлдік. Бірінші апта танысу, екінші апта дос табу, үшінші апта белсенділік, төртінші апта нәтиже. Біз жаңа белестерді бағындыру үшін алдымен айналамызға неғып жұмыс ашуымыз керек. Және де Ұлы Абай айтқандай, адамның адамдығы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы қыз болады. Біз қаладан келген оқушыларды көңіл-күй картасы арқылы зерттей отырып, олардың жаңа ортаға бейімделуіне көмектесуді жағдай жасадық. Бұл карта арқылы оқушылар өздерінің көңіл-күйін анықтап, өте жақсы, мұңды, ашулы сияқты сезімдерін білдіре алады. Осылайша біз олардың ішкі жағдайын түсініп, оларға қажетті қолдауды көрсете аламыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз айтқандай, сабыр, сақтық, тапқырлық, шешімділік бұл 4 қасиет адамды мұратқа жеткізеді. Әрбір сәт тарих, ал әрбір тәжірибе бұл эмоция болып табылады. Бұл біздің мектептің тірі картасы, бұл үлкен өмірге барар жол картасы. Әрбір оқушы осы картада өзінің жарық ізін қалдыруы тиіс. Мағжан Жұмабаев сенген жастар ретінде біз мектебімізді жылулыққа бөлуіміз керек. Күн шығады, әлі шығар, күн шықса жарық болады дегендей. Яғни біздің мектептің тірі картасы ол біздің жүрегімізден шыққан күннің жылуы мен бір-бірімізге сыйлаған достық жылуы. Осы карта тек бізді биік белестерге бастай берсін. Яғни бұл жерде көріп тұрғандай, бұл жерде кітапханада яғни бір іс-шара өтуі мүмкін. Осыған байланысты біздің оқушылар осы кітапханада бір іс-шара өтеді, соған қатыса алады. Мысалы, әр сейсенбі сайын Абай оқулары немесе Мұхағали Мақатаев оқулары немесе кітап екінші бізден ашықта спорт залы. Яғни келесі аптада волейбол жарысы 7-ші немесе 9-ші сыныптар арасында волейбол жарысы өтуі мүмкін. Ал мына жақта бізде мектеп парламентінің ұйымдастыруымен ұстазына арналған кофе-тайм, яғни бұл асхана. Ал бұл жерде актовый зал. Жұма күні әнді сесен меншесі тақырыбында 5-11 сыныптар аралығында ән сайысы өтуі мүмкін. Яғни бұның мақсаты мектеп жаңадан келген оқушыларды осы мектептің тірі картасына бейімдеу. Біздің ауылдың оқушыларды бұны 2-3 ай қолданып жүрміз. Яғни біз бұл тәжірибе, бұл қаладан келген жаңа оқушы деп алдық. Осы жоба арқылы біз осы оқушыны жаңа ортаға бейімдедік. Назарларыңызға рахмет. Ол біздің алдымыздың қаламыз. Жақсы, рахмет Абай облысының қатысушыларына. Келесі кезекте Жамбыл облысының намысын арқалап келген Самғау командасын шақырамыз. Мен Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Айша Иборта мектебінің Самғау мектеп парламентінің президенті Айдархан Медина. Сөзімді Ұлы Абайдың ақыл қайрат жүректі бірде ұста, сонда толық боласың елден бөлек деп бастағым келіп тұр. Бұл Ұлы Абайдың кемелден формуласы, ал біз үшін парламент тайымның алтын діңгегі. Біз жай ғана іс-шара ұйымдастырмаймыз. Біз сонау Абай аңсаған толық адам бейнесіне қарай алғашқы алды қадамымызды жасаймыз. Осы орайда мектеп өмірін жақсарту, оқушылардың өзін дамытуын басқара алу және мектеп ішіндегі өзекті мәселелерді шешудегі мектебіміз ұсынған жобамен таныстырғым келіп тұр. Жобаның тақырыбы парламент таймы.
яғни парламент таймы 6 күн 6 қадам. Мектеп парламентінің аптаның 6 күнін ұтымды ұйымдастыруға бағытталады. Жобаның мақсаты психологиялық жайлылығы атмосферасын құру, бәсекеге қабілетті шығармашыл, білімді тұлға қалыптастыру, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасып дамуына үлес қосу және мектеп, ата-ана, оқушы арасындағы ынтымақтастықты арттыру. Апта күндері дүйсенбі патриоттық күн, сейсенбі ақпараттық күн, сәрсенбі поэзия күні, бейсенбі идея күні, жұма адалдық күні, сенбі денсаулық күні. Дүйсенбі бізде патриоттық күн. Яғни әр дүйсенбі сайын біздің мектебімізде бірінші сабақта Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалады. Ол оқушылардың патриоттық сезімін ояту барысында істелінеді. Және де бұл күндегі біздің екінші қуанышты сәтіміз үлкен үзілістегі лездеме. Ол лездемеде өзіміздің үзілісте барда жалаушымызды әр сыныптарға ұстатын боламыз. Яғни оны біз бұл апта ішінде оқуда озат болған және бүкіл сыныпқа үлгі болған сыныпқа ұсынатын боламыз. Оның ішінде критерияларды анықтайтын боламыз. Біріншісі білім алушының сабаққа қатысуы, екіншісі білім алушының тазалығы мен сынып бөлмесінің тазалығы, үшіншісі сынып белсенділігі, төртіншісі мектеп формасының жасалуы, бесіншісі күнделікті пайдалануы, алтыншысы кітапханамен байлану. Мен Әдірет Нәзел, ақпарат фракциясының жетекшісі. Мектебімізде сейсенбі ақпараттық күн. Бірнеше жылдан бері мектеп тынысы жаңалықтармен өрбітіп келе жатқан Айша ФМ радиосы бүгінде өз жұмысын жалғастыруда. Радионың жаңа дауысы болған ниетті оқушыларымыз үшін арнайы кастинг жариялаймыз. Кастингтан сүрінбей өткен ең талантты үміткерлерімізге салтанатты түрде арнайы куәліктер табыстайтын боламыз. Айша ФМ радиосының әрбір эфирі мазмұнды әрі қызықты болу үшін біз өз жұмысымызды 4 негізгі бөлікке, яғни 4 айдарға бөлдік. Бірінші айдарымыз білімді ел айдары, екінші айдарымыз мектеп тыныс айдары, үшінші айдарымыз адал ұрпақ, төртінші айдарымыз спорт айдары. Әр айдар өзіндік бір әлем, ал оның тізгінін ұстау нағыз жүректің еншісінде. Мен Көшім апасы мәдениет және өнер кафедрасының жетекшісі. Бізде әр сәрсенбі рухани көңіл үйрену поэзия. Бұл күнде біздің таңғы ерекше шабытпен жыршылар жиыны басталады. Кезекші сынып ұйымдастырудың бұл жүйе 3 кезеңнен тұрады. Алдымен абайдың мағыналы тереңдігін өлеңдері оқылады. Екінші кезең халқымыздың біртуар тұлғалары мен ақындардың айтылады. Соңғы жүйе отанға деген сүйіспеншілікті білдіретін патриоттық әлеуметтік жүреді. Бұл жүйенің басты міндеті оқушыларды дұрыс әрі мәдениетті туындыларды білу және сезімді жеткізуге үйрету. Жыршылар жиыны әр ұлттың табиғи жарататын шығармашылық орталығы. Мен Шәнбет Айгерім, қамқорлық фракциясының жетекшісі. Бейсенбі бізде мектебіміздегі ең маңызды күндердің бірі, яғни сенім мен қауіпсіздік күні. Бұл күннің басты мақсаты әрбір оқушы мектеп қабырғасында өзін қауіпсіз әрі жайлы сезінуін қамтамасыз ету. Осы уақыттарда келесіндей мазмұнды іс-шаралар жүзеге асырылады. Сенім жәшігі. Сенім жәшігіне оқушылар өздері мазалап жүрген мәселелерін, немесе мектеп ішіндегі қауіпсіздікке арналған ұсыныстарын анонимді түрде жазып қалдыра алады. Біз үшін әрбір хат маңызды. Және мектеп инспекторымен ашық әңгіме. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында жүргізілетін бұл бейресми сұхбатта кез келген оқушы көкейінде жүрген сұрақтарына тікелей жауап ала алады. Және сенім бар жерде қауіпсіздік бар жерде сапалы білім бар. Жұма бізде адалдық күні. Адалдық күні ерекше адалдық дүкені өз жұмысын бастайды. Бұл дүкеннің ерекшелігі мұнда ешқандай сатушы болмайды. Яғни оқушылар өздеріне керек затты таңдап, соның құнын арнайы жәшікке салу арқылы өздерінің қайтарымды ақшаларын өздерімен бірге алып кетеді. Бұл оқушылардың адал ұрпақ болып өсуіне үлес қосады. Сенбі біздің мектебіміздегі ең қызықты әрі көңілді күндердің бірі. Яғни Рахмет. Келесі кезекте Қызылорда облысынан келген Алар командасын шақырамыз. Қошеметтеп отырыңыздар. Çok
Сәлеметсіздер тағы да қайырлы күн. Бүгін біз сіздерге жылдың ең үздік жобасы One Heart немесе бір жүрек жобасын ұсынамыз. Бұл волонтерлік бастама оқушыларды бірлікке, белсенділікке және де мейірімділікке тәрбиелеуге бағытталған. Яғни жақсылықты мектеп кезден бастау керек идеясын жүзеге асыратын бірден бір жоба десе болады. Бұл жобаның негізгі мақсатына келетін болса, оқушыларды ізгілікке баулу, бір-біріне көмектесуге үйрету және де мектепте жылы әрі ыстыққа толы ортаны қалыптастыра білу. Ерекшелігіне тоқталатын болса, One Heart бұл жай ғана іс-шара емес, бұл қазіргі заманда тәрбиелік мәні өте зор жоба. Ол оқушылардың жанашырлық, жауапкершілік және де адамгершілік сияқты көптеген қасиеттерін дамытуға ерекше ықпал етеді. Осы жобаның аясында бірнеше акция ұйымдастырылды. Солардың бірі Little Helper акциясы. Бұл акцияда жоғары сынып оқушылары кіші сынып оқушыларына көмек көрсетіп, іс-шараларда, сабақтарда және мектеп өмірінде жан-жақты қолдау білдіреді. Келесі акциямыз Care Box, мектеп ішіндегі қайырымдылық бұрышы. Мұнда оқушылар мен ұстаздар мұқтаж жандарға қажетті заттарды қалдыра алады. Мысалы, кітаптар немесе мектеп құралдары осында жинақталады да кейін мұқтаж отбасыларға таратылады. Бұл бастама оқушыларды көмек көрсетуге үйретіп, мейірімділік пен жанашырлық қасиеттерін іс жүзінде көрсетеді. Clean and Green Team экологиялық бағыттағы акция. Бұл бастама оқушылардың табиғатты аялауға, мектеп ауасын таза ұстауға және көгалдандыру жұмыстарында белсенділік танытуға үйретеді. Таза Қазақстан акциясы аясында мектебіміздің белсенді еріктілері облыстық қоғамдық даму басқармасының алғыс хатымен марапатталды. Бұл біздің еңбегіміздің нақты нәтижесі. Бұл акция барлық мектеп еріктілері арасында ұйымдастырылса да, біздің ерекшелігіміз қазіргі таңда біздің мектеп еріктілері халықаралық деңгейдегі маңызы өте жоғары ЮНИСЕФ ұйымының ресми Юрепорт жастар қауымдастығының қатарында. Бұл платформа жастарға өз пікірін білдіруге және қоғамдағы ең маңызды тақырыптар бойынша өзінің қосуға мүмкіндік береді. Слайдта көрсетілгендей, біздің мектебіміздің 7-ші және 11-ші сынып оқушылары, яғни жалпы оқушы санының 40% осы сауалнамаға қатысты. Бұл біздің оқушыларымыздың қызығушылығы мен белсенділігінің артқанын көрсетеді. Сонымен қатар, біздің еріктілер ЮНИСЕФ ұйымының GYL, яғни халықаралық көшбасшыларға арналған бағдарламасына белсенді қатысып келеді. Бұл бағдарлама аясында біз тек қана волонтерлік қызметпен шектелмей, өзіміздің көшбасшылық қабілеттерімізді дамытып, жаһандық деңгейдегі маңызды мәселелер бойынша өз білімімізді тереңдеттік. Қатысушылар түрлі тапсырмалар мен бағалау кезеңдерінен өтіп, нәтижесінде түрлі сертификаттар мен бейдждарға ие болды. Және де Юрепорт жастарға арналған бағдарламасының нәтижесінде біздің оқушыларымыз Юрепорт мерчіне және түрлі сертификаттарға ие болған болады. Бұл жетістіктер біздің оқушыларымыздың мүмкіндіктері тек қана мектеп қабырғасымен шектелмей, халықаралық деңгейде де танылып келе жатқанын айқын көрсетеді. Осы арқылы One Heart жобасы ол жай ғана мектепшілік бастама емес, ол халықаралық волонтерлық және көшбасшылық қозғалыспен тығыз байланысқан жүйелі әрі мағыналы жоба екенін дәлелдейді. Және де біз жобамызды цифрлық форматқа шығарып Telegram бот жүйесін енгіздік. Көрсетілген QR код арқылы оқушылар оңай әрі жылдам түрде Telegram бот жүйесіне тіркеле алады. Олар қалаған бағыттарын таңдап еркін түрде тіркелуге мүмкіндік алады. Қазіргі кезде оқушыларымыздың 50% Telegram бот жүйесі арқылы белсенді жұмыстарын атқаруда. Жобаның нәтижесінде мектебімізде волонтерлік мәдениет айқын көріне бастады. Оқушылар бір-бірін қолдауға дәстүрге айналдырды. Қорытындылай келе, One Heart бұл жай ғана жоба емес, бұл мейірімділік қозғалысы. Осы жоба арқылы оқушылар қоғамға пайдалы, жанашыр тұлға болуға алғашқы қадамдарын жасады. Видеода қазіргі Telegram бот жүйесін видеоға қалай тіркелу еткенін көрсетеміз қазір. Видеоға назар аударайық. Бұл белсенділікке, жақсылыққа бастайтын цифрлық жаңа алаң.
шынайы өзгеріс бір жүректен басталады. Назарларыңызға рахмет. Сахнаға шығатын Шымкент қаласынан келген қыран командасы. Құрметті ұйымдастырушылар, мына жақта экран істемей жатыр. Так, надо, ворот, битик, давайте. Так, апай, қайдасыз? Кешірім сұраймыз, система ысып кетіп жатыр, түсіністікпен қарап. Нән. Қош өтеміз сізге. Құрметті әділқазылар, құрметті ұстаздар және қатысушылар. Бүгін біз сіздерге жай жоба ұсынуға келген жоқпыз. Біз бір сұраққа жауап іздеп келдік. Неге мектептерде парламент бар, бірақ оның әсері әрдайым көрінбейді? Көп жерлерде идея бар, жүйе жоқ. Ал кейбір жерлерде ақпарат бар, қолжетімділік жоқ. Ал кейбір жерлерде белсенділік бар, байланыс жоқ. Біз осының шешімін жасадық. Оның атауы парламент навигатор. Біздің мектеп парламенті 9 бағыттан тұратынын білесіздер. Бірақ шындықты айтайын, көбінесе бұл бағыттар бөлек-бөлек жұмыс істейді. Нәтижесінде бір бағыт екіншісінің не істеп жатқанын білмейді, оқушылар толық ақпарат ала алмайды, жұмыс бар, бірақ оның нәтижесі көп жағдайда көрінбейді. Біз осыны өзгерттік. Біздің принцип 9 бағыт бір жүйе. Яғни біз құрылымды сақтап, оны бір жүйеге біріктірдік. Біздің парламент навигатор, оның негізі біздің цифрлық платформа болып табылады. Яғни парламент навигатор бұл барлық 9 бағыттың жұмысы жинақталған жүйе. Оның платформаның ішінде жаңалықтарымыз, жобаларымыз және нәтижелеріміз ашық көрсетілген. Кез келген оқушы кіріп, нақты ақпарат ала алады. Сонымен қатар берілген QR-кодтарға кіру арқылы сіздер мектебіңізде қандай жобалар жүріп жатқанын, оған кім жетекшілік ететінін, және де одан қандай нәтиже алатыныңызды бірден көре аласыздар. Бұл жай ғана ыңғайлылық емес, бұл ашықтық пен жауапкершіліктің жүйесі болып табылады. Сіздердің алдарыңызға қазір макет қойылды, және де сол макетте 9 бағыт берілген. Сол 9 бағыттың кез келгеніне өздеріңіз ұнатқанына кіріп, осы телеграм каналдарға тіркелсеңіздер болады. Сол телеграм каналдардың ішінде барлық айтып кеткен жаңалықтар, жобалар және оған тіпті жауапты адамдар да белгіленген. Осындай телеграм бұл жоба телеграм платформасында жұмыс жасайды. Алдымен ол WhatsApp платформасында жұмыс жасаған, бірақ біз телеграм платформасына көшкен болатынбыз. Неге Instagram емес, неге TikTok парақшалары емес деген сұрақ қойылуы мүмкін. Біз оған жауабымыз дайын. Себебі Instagram және де TikTok парақшаларында көбінесе ол пост салуға арналған. Және де мысалға мен тек қана спорт туралы білгім келсе, оны Instagram парақшадан таба алмаймын. Себебі ақпарат шашыраңқы. Ал біздің жүйе осы 9 бағытты бір жүйеге біріктіре алады.
Біздің мақсатымыз тек QR код тарату емес, мектептегі әр оқушының рөлін өзгерту. Мәселен, бұған дейін шараларда оқушылар тек қатысушы, бақылаушы ретінде қатысса, қазір олар нағыз көшбасшыға айналып келеді. Енді ешбір идея шетте қалмайды. Әр баланың еңбегі бағаланып, олардың белсенділіктері артады және әр бағыттан жұмыс өнімділігі артып, жауапкершілік күшейеді. Біздің айтқымыз келгені нақты орталықтандырылған жүйе болған кезде ғана нақты нәтижеге жетуге болады. Ал аштық болған жерде бір-бірімізге деген сенім орнайды. Осы QR кодтар арқылы сіздер телеграм каналдарға кіре алатынына көздеріңіз жетті деп ойлаймын. Біз де барлық оқушыларға мектебімізде осындай парламент навигаторы деген атты жобаны қойып қойғанбыз. Қазіргі кезде бізде ең танымал бағытымыз бұл волонтерлік бағыт. Және де осы телеграм платформасын таңдаған себебіміз телеграм бұл сілтемелермен жұмыс істеуге өте оңай және де күнделікті оқушылардың және де мұғалімдердің қолданатын платформасы. Құрметті қазақ алқасы, қадірменді көрермендер, бүгін сіздер жай ғана презентацияны көріп отырған жоқсыздар. Бүгін сіздер нақты жұмыс істеп тұрған механизм көріп отырсыздар. Парламент навигатор бұл жай ғана бір мектептің шеңберіне сиятын механизм емес, бұл барлық білім ордасына енгізуге болатын әмбебап модель. Біз өз таңдауымызды жасадық. Олар ашықтық, цифрландыру, нәтиже. Және де есіңізде болсын, болашақ бұл бізді күтіп тұрған беймәлім дүние емес, ол біздің бүгінгі жасап жатқан нақты құрылымдар. Біздің сеніміміз айқын. Олар егер мектеп жүйелі болса, оқушы жауапты болады. Егер оқушы жауапты болса, онда біздің қоғам ертең мықты болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі болып жобасын қорғайтын Қарағанды облысынан келген Дарын болашағы командасы. Бүгінгі таңда біз экологияны өзгертетін немесе де дәл сол экологияның зардабын өмір сүріп келе жатқан замандамыз. Қазіргі таңда экология тек жаңалықтардың тақырыбы ғана емес, біздің болашағымыз. Өкінішке орай қазіргі таңда бізде жастардың экологиялық жиындарға, экологиялық жұмыстарға деген қызығушылықтары төмен. Біз осы мәселені қолға алып, парламент ретінде сіздердің алдарыңызға экостеп жобасын ұсынамыз. Экостеп бұл жай ғана сайт емес. Экостеп дегеніміз бұл мектептерді экологиялық белсенділікті жоғары деңгейге көтеретін цифрлық платформа. Сонымен қатар біздің мақсатымыз бұл техниканың адамзаттың табиғаттың арқасында жаңарту. Сонымен қатар басты міндеттеріміз бізде балаларды табиғатты қорғауға, аялауға ынталандыру. Енді жалпы тіркелу кезеңдеріне келсек, ол 4 кезеңнен тұрады. Бірінші сайтқа өту, біздің основной ссылкамыз бар, немесе QR кодпен де тіркелуге болады. Екінші, сайтқа кірген соң, сіз поштамен кіргенсіз негізде, сіз ол
сіздің атыңыз, почтаңыз және де құпия сөзді алып, сіз өз жеке кабинетіңізді құрастырасыз. Енді келесісі ол профиль. Сіз системаға кіргеннен кейін жеке кабинетіңіз болады, және кабинеттің ішіне кіргеннен кейін сізде өзіңіз коин саны, сіз атыңыз, және де болашақта сіз өз коиндарды жұмсайтыныңыз, сіз аккаунтыңыздан былай ақшаны алу QR коды тұрады. Ең соңғы бізде экополис жинау, ол сайттың ең астыңғы бөлігінде әр конкурсты немесе әр сайыс кезінде неше коин берілетіні, немесе бір батарейка ол 5 коин солай жинап, жалпы саны шығарып отырады. Бұл экостеп жобасы неліктен маңызды? Қазіргі таңда экология тақырыбы біз өзекті деп қарастырамыз. Экостеп бізде қоршаған ортаны қорғауға, қалдықтарды азайтуға және адамдардың экологиялық санасын арттыруға көмектеседі. Сол арқылы біз адамдардың жауапкершілігін, оның бейбіт түрде қызмет етуін және табиғатты аялауын арттырамыз. Тақтаға назар аударсаңыздар, біздің сайттың интерфейсі берілген, яғни интерфейсі осы, жеке кабинетінде басатын болса, онда жеке кабинетті басқаннан кейін қайтадан тіркелу керек болады, яғни өз атыңызды, поштаңызды және құпия сөзіңізді енгізу керек. Астына қарай өтсек, астына жақта мысалы астында қазіргі таңда осы сайтқа керекті салалар белгіленген, яғни мысалы 15 күні біздің мектепте батарея жинау акциясы қарастырылған, яғни белсенді шара ретінде сол көрсетіледі, және де жалпы осы жылдың соңына дейін жалпы 3 шара қарастырылған, яғни біріншісі батарея жинау, 14-сі яғни осы белсенді, одан кейін 20-шы күні макулатура жинау, және де бірінші маусым күні экосенбілік, яғни барлық мектеп ауласын тазалау. Яғни қазіргі таңдағы белсенді 3 шара бар. Енді қайта презентацияға қайтып келетін болса, келесі. Жалпы енді осы жобамыздың негізгі реализациясына тоқталатын болса, яғни алдыңыздағы мүшелерді айтып кеткендей, әртүрлі қағаз, пластик, батарея жинау арқылы біз балаларға экокоин деп аталатын, яғни бонустар береміз, және де ол бонустарды қайда жұмсаймыз деген сұрақ туындайтын болса, онда біз оны асханада тамақ сатып алу үшін жұмсайтын боламыз. Енді бұл жақта ол қалай жүзеге асатынына тоқталып кетсек, біздің мектепте яғни түлектер ассоциациясы деп аталатын ұйым қарастырылған, және де сол ұйымның қаржыландыруымен ар жақта көріп тұрғандарыңыздар, әр оқушының жеке кабинетіндегі QR-ды асханашы сканерлеу арқылы өз балансына ақшаны сканерлеп өз ақшасына түсіп отырады, және де кейін ол айдың соңында сол ақшаны түлектер ассоциациясының қаржыландыруымен қаржыландырып, асханашы өз керегіне шығарады. Келесі. Енді көріп тұрғандарыңыздар, сонымен қоса, яғни сіздер мына жақта барлық көріп тұрғандарыңыз, ол бізде тек қана барлық оқушыларға арналған, ал әр жақтағысы ол админнің кестесі болып табылады, яғни бұл жақта өткен шаралар қарастырылған. Бұл жақта көріп тұрғандарыңыздай әр балада мысалы 30 коин, 270 коин, 10, кейбірде 2000 теңгеге дейінгі қаражат қарастырылған. Жалпы біздің айтатынымыз осы. Назарларыңызға рахмет. Келесі болып сахна төріне шығатын Атырау облысынан келген Серпін командасы. Ұлытау облысы 15-ші номерде дайын отырасыздар. Тағы да қайырлы күн, құрметті аудитория. Сіздердің алдарыңызда қазіргі ұрпақтың ұжымның көңілінен шыққан креативке толы жобаны таныстырып боламыз. Жобамыздың атауы Дюкоин деп аталады. Нақтылап түсіндіріп кетейікші. Дюкоин дегеніміз не? Дюкоин дегеніміз қарапайым қызметі, бұл кеңсе ішінде қолданылатын цифрлы валюта, яғни ақша. Оны оқушылар жалпы сабаққа белсенді қатысқаны үшін
олимпиадаларға жүлделі орындар алғаны үшін ала алады және оқушылар оны сақтай алады, жинай алады және өздерінің қалаған нәрселерін алу үшін жарата алады. Яғни нарықта биткоин жүйесі қолданылатын болса, біздің лицейлік өмірде биткоин жүйесі қолданылады. Жобамыздың өзектілігі неде? Өзектілігіне келетін болсақ, қазір біз жұмыс жасайтын ұрпақтар ол альфа және зумер ұрпақтары. Олармен жақсырақ жұмыс жасау үшін ол өздерінің таңдау еркіндігін жоғары бағалайтын ұрпақтар және де ерте бастан өздерінің қаржылық сауаттылықтары мен бәсекеге қабілеттіліктерін арттырғысы келеді. Және біз олардың алдында осындай бір сауалнама жүргізген болатынбыз. Сауалнамада негізінен 3 сұрақты басшылыққа алдық. Біріншісі, мектепте сізге мотивация беретін жүйелер жеткілікті ме? Яғни көбі толық емес деп жауап берген екен. Сізге бірден сыйлық алған ұнай ма, әлде бір жинап алып барып өзіңіз таңдап алған ұнай ма деген сұраққа көбісі жинап алып өзім таңдау деп жауап берген екен. Ал үшінші сұрақ, қай фактор сіздің белсенділігіңізді арттырады дегенде көбісі танымал брендтерден сыйлық алған менің мотивациямды арттырады деп жауап берген екен. Және де осы сауалнаманың нәтижесіне біз осы биокоин жобамызды өмірге әкелдік. Енді мақсатымызға келейікші. Жалпы сіздер білесіздер, жалпы лицейдегі, мектептердегі ең мықты мәселе бұл оқушылардың мектеп өміріне деген өздерінің қызығушылықтарын жоғалту, яғни лицейлік іс-шараларға қатыспау. Біз осы нәрселерді шешу үшін осы биокоин жобасын өмірге алып келдік. Яғни бұл нәрсе ең біріншіден оқушылардың мектеп өміріне белсенді ара қатынасуына және де өздерінің бойынан қаржылық сауаттылық деңгейін арттыруына көмек бере алады. Мерзімі. Жалпы бұл жобамыз қазан айында, яғни парламент жұмысын бастаған кезде басталған болатын. Сол жерде біз биокоиніміздің дизайнын және барлық ережелерін бекіткен болатынбыз. Ол негізінен 2-ші, 3-ші және 4-ші тоқсаннан бастап жұмыс жасады және де әлі де жасап келе жатыр. Жыл соңына қарай біз ең бай оқушы және ең табысты сынып деген 2 номинацияны анықтайтын боламыз. Оған қатысушылар кімдер? Қатысушылар 7-ші 11-ші сынып аралығындағы барлық оқушылар, яғни біздің мектебіміздің барлық оқушылары қатыса алады. Оны ұйымдастырушылар кімдер? Мектеп парламенті, яғни біз. Ал бізге жан-жақты қолдау білдіретін ол біздің мектебіміздің әкімшілігі. Енді сіздерді жалпы жоба механизмінің қалай жұмыс жасайтынымен таныстырғымыз келеді. Жалпы біздің жоба механизмі осындай 3 бөлікке бөлінеді, 3 бағытта.